Діни экстремизмге қарсы иммунитет қалыптастыру әр азаматтың қоғам алдындағы маңызды міндеті. Бұл бағытта ең басты қадам діни сауаттылықты арттыру, дұрыс діни білім мен түсінік адамның теріс ағымдардан сақтануына, радикалды идеологиялардың ықпалынан бойын аулақ ұстауына көмектеседі. Осы тақырыпты толығырақ тарқату үшін маман пікірін назарларыңызға ұсынамыз. Қазіргі радикализмге қарсы, яғни діни тұрақсыздыққа қарсы біз мына нәрсені қолға алуымыз керек деп ойлаймын. Әуелі дін мамандарын, осы Қазақстандағы теолог болсын, дін мамандары, біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының діни оңалту бөлімінің мамандарының әлеуетін көтеру, солар арқылы дінді дәстүрмен тығыз байланыстылығын халыққа кеңінен тарату, және сонымен қатар бұл нәрсеге қоғам болып күресуіміз керек деп ойлаймын. Өйткені біздің қазіргі дін мамандарымыздың тек қана мешіттерде, медреселерде және діни оқу орындарда ғана халыққа бұл нәрсені түсіндіру жеткіліксіз деп ойлаймын. Біз сол үшін қазіргі халқымыздың жалпы мешітке келгені мен келмегенін барлығына біз осы діни сауаттылығын артуымыз керек деп ойлаймыз. Өйткені дінді дұрыс түсінбейінше бұл діни құндылықтарымызды, рухани құндылықтарымызды, дәстүрлерімізді бір-бірімен шатастырып ала береміз. Сондықтан бұл жерде тарихшыларымызға, осы қоғам қайраткерлеріне, жалпы осы мемлекет болып, ел болып бұл нәрсемен күресуді қолға алуымыз керек. Өйткені мына біздің социологиялық бір ереже бар ғой. Дінсіз адам болуы мүмкін дейді, бірақ дінсіз қоғам болмайды дейді. Біздің ата-бабамыздан мұра болып қалған бұл ислам дінін осы жердегі қалыптасқан діни құндылықтармен, ұлттық құндылықтармен бірге халыққа жеткізу арқылы осы радикализмнен, діни тұрақсыздықтан сақтайды деп ойлаймын. Сол үшін біз бұл нәрсеге қоғам болып, бүкіл ел болып күресуіміз керек. Бұл үшін де бірінші діни сауаттылықты арттыруымыз керек, және дәстүрлерімізді халыққа дұрыс дінмен байланыстырып жеткізуіміз керек деп ойлаймын.